Бәрі менің жолымды оқын, бәрі юрист, бәрі үлкен неге қызметте. Енді қазір қарттар үйіне барасыз, иә? Енді қарттар үйіне барамын. Балаларын заңгер қылып өсірген қария енді қарттар үйін паналауға мәжбүр. Анығын айтайық. Бағана, бір дедушка қарағандыға бармайсың ба болам деп, соны көмектесіп отырмын. Неге көшіп өтіс десем, айтады, балалар қарттар үйіне жіберіп жатыр деп. Бұл видеоны көлік жүргізушісі түсірген екен. Қария одан Қарағандыға жеткізіп тастауын сұраған. Видеода ақсақал бейтаныс адамға ағынан жарылып, бүкіл уәжін айтты. Жалғызілікті қария 3 ұл мен 1 қыздың әкесі екен. Өкініштісі, балаларының ешқайсысы оған қарайласпапты. Үлкен ұлым Қарағанды облысында үлкен тергеуші. Екінші ұлым 69 жылғы неде, Абайскіде прокурор. Үшінші ұлым Алматыда еңбек. Ата неше балаңыз бар өзі? Неше балаңыз бар? 3 ұлым бар. 3 ұл 1 қыз? Олардан ешқандай не жоқ, толық жоқ. Ұлдарды көрмегенім қарсы болды. Ұлдар үйленіп пе еді? Көрмегенім қарсы болды. Қызымды көрмегенім қарсы болды. Масқара. Қатыспайды. Келмеді, қатыспайды. Жолдасыңыз қайда? Жолдасыңыз? Жолдасым қоймайды. 48 жыл болды. 48 жыл жалғыз тұрмады. Сіз мына квартираны снимать етіп тұрдыңыз ба осында? Енді қазір қарттар үйіне барасыз, иә? Енді қарттар үйіне барамын. Енді мен қарағанды жоқ қой. Далада қалып болғанмын.